Самұрық энерго акционерлік қоғам Жамбыл облысында орталық Азиядағы ең ірі жел электр станцияларының бірін салып жатыр. Оның өндіріс қуаты 1 гигаваттқа жетеді. Жоба жаңартылатын энергетика саласындағы әлемдік көшбасшы Маздар компаниясымен бірге жүзеге асырылады. Жаңартылатын энергия көзіне негізделген ауқымды жоба елдің оңтүстік аймақтары үшін ерекше маңызға ие. Жаңа жел электростанциясы энергия тапшылығын едәуір азайтып, саланың тұрақтылығын нығайтады. Салынып жатқан станция орталық Азияда ең ірі жел электростанцияның бірі болады. Жоба аясында 440 гектар аумақта 100-ден астам ветрогенераторлар орнатылады. Станция жылына шамамен 3-4 миллиард киловатт сағат электроэнергия береді. Ол 800 мың үй ауыл шаруашылықтарына электроэнергиямен, таза электроэнергиямен қамтамасыз етеді. Бұл жоба оңтүстік өңірдің электроэнергия тапшылығын азайтуына оң әсер етеді. Жобаны жүзеге асыру барысында жасанды интеллект қолданылады. Сонымен қатар электр энергиясын жинақтау жүйесі енгізілгелі жатыр. Құрылыс кезінде 1000-нан астам жаңа жұмыс орын ашатын боламыз. Эксплуатация кезінде 100-ден астам жаңа жұмыс орын ашылады. Бұл жоба біздің экономикамызға жағымды үлес қосатын болады. Жобаға 1,4 миллиард ақш доллары шамасында инвестиция құйылады. Жаңа нысан 2029 жылы қолданысқа беріледі. Ең ірі жел электростанциясының пайда болуы аймаққа шетелдік инвесторларды тартуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыруға ықпал етеді. Еркебұлан Самадияров, Тимур Сейілхан, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 KZ.